Бесеудің хаты. Прологты, эпилогты, екі бөлімді тарихи драма. Қатынасушылар: Ғабит Мүсірепов, жазушы; Голощекин, крайкомның бірінші хатшысы; Құрамысов, крайкомның екінші хатшысы; Иванов, бюро мүшесі; Елеусіз, бюро мүшесі; Жантоқов, бюро мүшесі; Исаев, бюро мүшесі; Нұрхан, ақын; Күләнда, елдегі қыз; Балым, Амангелдінің жесірі; Сталин, генсек; Рысқұлов, Совнарком төрағасының орынбасары; Құсни, Мүсіреповтің әйелі; Цербер, Тамұқ төбеті; Қарабай, сатқын; көмекшілер, үркіншілер; Жұмақ пен Тамұқ адамдары. Оқиға 1932 жыл өтеді. Пролог. Кремль, Сталиннің кабинеті, Сталин мен Рысқұлов. Сталин: неге біз жағдайды Қазақстандағы Голощекиннен емес, Мәскеудегі Рысқұловтан білеміз? Неге сенен басқа ешкім ләм демейді? Рысқұлов: менен басқаларда Қазақстандағы өрескел бұрмалаушылықты сізге жеткізуге тырысқан, бірақ олардың дауысы сізге жетпей жатыр. Сталин: қалайша? Рысқұлов: мысалы, жазушы Ғабит Мүсірепов бастаған 5 адам сізге хат жазған, бірақ хат ұсталған. Сахна қараңғы тарта береді, домбыра қоңырды аңыратады. Бірінші бөлім, бірінші сурет. Алматы, Қазкрайком, Голощекиннің кабинеті. Кезектен тыс шұғыл бюро мәжілісі өтіп жатыр. Ұзын столдың шар басында Голощекин, қос қапталда бюро мүшелері. Электр шамдал күңгірттеу әлденеге жыпылықтап тұрады. Голощекин шамдалға шақшия қарап, қол тоқпақтай ауыр сия сорғышты мығымдап ұстап, сонымен шамдалды періп бергісі келгендей. Үстінде сұр френч. Теке сақалы селкілден кіреп тұрады. Жарық әуелі оның сақалына ғана түсіп, бірте-бірте түр-түсін тұлғалайды. Оркестрде көбік шашқан ыңырсиды. Голощекин креслодан ұмтыла түрегеліп: жолдастар, жау шапқандай түн ішінде неге бюро шақырды деп ренжімеңіздер. Ал жалпы жау шапты десе де болғандай. Үстел үстіндегі қағазды улы жыланның құйрығынан ұстағандай салдыратып, қос саусағымен шетінен ғана абайлап қармап, дауысы шырылдап: міне жау! Үстел басындағылар не сұмдық дегендей үркектеп үрпиісе қалады. Тек Голощекиннің оң қол жағына отырған Құрамысып қана мен білемін дегендей домаланған дөңбек денесі қозғалақтап күлімдеп қалады. Құрамысып жағымпаздана: жаудан да жаман, Филипп Исаевич. Бұқпадан шыққан жау жаман, бүйірден шыққан дау жаман. Голощекин риза болғандай: Ізмұқан дұрыс айтады. Құрамысып көрдіңдер ме дегендей жан-жағына қоқилана қарап қалады. Іштен шыққан жау жаман, қаскөйлер өз ішімізден шығып отыр. Өл басындағылар сонда қайсымыз дегендей бір-біріне күдіктене қарасады. Исаев: ол не, Филипп Исаевич? Зәремізді алмай айтсаңызшы. Голощекин оған жақтырмай қарағанда дөңес линзалы шындан көзі шатынап көрініп: неге сенің зәрең шағалда? Сенің бүйрегің бұрып тұрмау үшін беді? Не біреу жазушы сымаққа, Исаев сабырмен: Құдай үшін айтсаңызшы, не тұспалдап тұрғаныңыз? Біз өзі өрт сөндіргендей неге асығыс жиналдық? Не талқыламақпыз? Жазушы сымақ кім? Голощекин: иә, өрт сөндіреміз, өрт. Елеусіз жан-жағына төбеге алақ-жұлақ қарап: қайдағы өрт? Голощекин сәл сабасына түсіп: иә, шынында да әңгімені басынан бастайық. Қос саусағымен қағазды шетінен көтерген күйі: қаралатын мәселе біреу, бесеудің хаты. Голощекин соңғы сөздерді шыңғыр айтқанда содан шошып кеткендей шамдал оты шайқалақтап барып жалп етіп сөнетті қалады. Екінші сурет. Жазушының қуықтай бөлмесі, жазу үстелі, айнала сірескен кітаптар, шағын кілем тұсында құс мылтық, қос домбыра ілулі тұр. Босағада шоқпарлар, креслода Мүсірепов, жандағы орындықта
Қырғазағынша киінген ақын Нұрхан ол домбыра тартып отыр. Сірә ақсақ құлан күйі, мұңлы, әлде бір қиын қысылыс, тығырық жайды домбыра тілімен сөйлетеді. Күй өксіп барып, үні біткенде Мүсіреп басын көтеріп алады. Мүсіреп ақырып: "Түсіндім, Нұраға." Нұрхан домбыраны жантайтып қоя беріп, бет орамалмен маңдайын сүртіп: "Түсінсең сол, Ғабитжан, киіз туырлықта қылқұйрықты тулы ел едік. Ешкімге залалымыз жоқ еді. Елдің қырылып жатқанын өз көзіңмен көрдің." Мүсірепов қасын керіп бипаздап: "Дәл сондай сойқанды мен Керекуден де өз көзіммен көріп келдім. Нәубеттенген сенің торғайың ғана емес, бүкіл Қазақстан." Нұрхан булыққандай: "Көрсең неғып жайбарақат отырсыңдар? Сені жұрт Голощекиннің қасында отырады дейді ғой. Неге айтпайсың көрген сұмдығыңды?" Мүсірепов: "Осының бәрін Қазақстан өкіметіне де, Мәскеудегі Сталинге де, Рысқұловқа да жаздық, білем." Нұрхан үміттене итініп: "Ал?" Мүсірепов қасын керіп алысқа қарап: "Немен тынарын біліп болмас, үнсіз қалу да жарамас. Лақ екеш лақта, бауыздарда тұяқ серпіп қалмас па?" Нұрхан елгереп: "Айналайын Ғабитжан-ай, топалаң тиген қойдай қырылып жатқанымызда ақырып айғай салар азаматтар тумады ма осыншама халықтан деп күйіп-пісіп кетуші едім. Бар екенсің ғой жарығым." Мүсірепов пысылдап: "Ақырып айқай салар азаматтар атаулының көбі аждаһа көрген қояндай бұғып қалып отыр ғой." Нұрхан: "Сонда қалай? Халық қырылса қырыла берсін, өзім аман қалайын дегені ме?" Мүсірепов: "Қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген бар емес пе? Жайшылықта бәрі де елім жерім деп еңіреген болады. Ал ел басына күн туғанда әлгі әулиелер мүнафикүн." Нұрхан: "O не тағы?" Мүсірепов жай мырс-мырс етіп: "Оу, Нұраға, Құранды судай судыратқанда мұны қалай білмейсің? Құранның Әл-Мүнафикун деген сүресін оқымап бедің? Меккеден күрейштерді бастап шыққан Әбу Сафиянға қарсы мәдиналықтарды Мұхаммед Расул алып шыққанда, мәдиналықтардың бір сыпырасы Әбу Суфиян жағына сатылып кетпеуші ме еді? Оларды Расул мүнафикун, яғни 200-лер дейтіні қайда?" Нұрхан: "Ғабитжан-ай, біздің Құран білуіміз далбаса ғой, жұрттың бәрі өзіңдей ғұлама қайдан болсын ойланып. Сонда басшылар арасында да мүнафикун болғаны ғой." Мүсірепов керенелау: "Солайдағы." Ауыз үйде телефон шырылдайды. "Алло, алло" деген Құсни дауысы шығады. Құсни Ғабит пен Нұрхан отырған бөлмеге имене бас сұғады. Құсни: "Ғабит сені телефонға шақырып жатыр." Мүсірепов темекісін тұтатып болып, содан соң: "Кім?" Құсни: "Крайкомнан" дейді. Мүсірепов жақтырмағандай: "Жарайды." Орнынан баптана тұрып барып телефон тұтқасын алады. "Әлло, Мүсіреп тыңдап тұр." Дауыс екпіндеп: "Мен Голощекин жолдастың көмекшісі, крайкомға тез жетіңіз, бюро бар." Мүсірепов қабырғадағы шынжыр-баулы сағатқа қарап: "Мезгіл түн ортасы болайын деп қалды, не қылған бюро?" Дауыс: "Бюро. Тез жетіңіз, кезектен тыс бюро." Мүсірепов кергіп: "Жарайды." Тұтқан тастай беріп: "Мезгілсіз шақырған тауықтың басын жұлмақ керек." Құсни шошыныңқырап: "Түн ішінде қауіпті бит. Қаңғыбастар қаптап жүр көшеде. Мен бірге барайын." Мүсірепов мырс етіп: "Сен қорған болып қарық қыларсың көшенің бандиттерінен." Әлдеқайда қолын сілтеп: "Андағылар қауіптірек, ал сен мені олардан бәрібір қорғай алмайсың. Одан да ана костюмді алып бер." Кейінет. Босағада ілулі тұрған шоқпарды қолына алады. Нұрхан отырған бөлмеге бұрылып: "Ал, шалым, мен төбелеске кеттім." Қол шоқпарды білек қояды: "Демал." Нұрхан абыржып: "Апырай, тыныштық болсын, лайым бәле жаласынан сақтасын. Бармай-ақ қойсаң қайтеді?" Құсни: "Я, бармай-ақ қойсаң, ауырып қалды дермін тағы звондаса." Мүсірепов басын баяу шайқап: "Жердің астына кіріп кетсең де таптырып алады. Қорыққанмен жан қалмас. Осының бәрі қорқақтықтан. Жорғалар жортақ, батырлар қорқақ болған сұм заман." Құсни: "Жалғыз сен батыр болып кімді шабасың, бар ма?" Мүсірепов жайдарлан: "Неге сонша үрпие қалдың? Онан да мейманға шай бер."
Телефон бебеулеп қоя береді, Құсны тұра ұмтылады. Мүсірепов оны қолымен жасқап тоқтатып, тұтқаны өз алады. Мүсірепов: «Әлеу!» дауыс қатқыл. «Жолдас Мүсірепов, бюро сізге қарап отыр ғой, қашанғы күтуге болады?» Мүсірепов тәкаппарлана: «Тез жетсін десең, машина жіберіңіз», дауыс дөрекі. «Мүмкін айдауылды қоса жіберу керек шығар?» Құсны жалбарына: «Ерекістіре көрме Ғабит». Мүсірепов: «Жарайды», тұтқан тастай салады. Түзелер еді бұл заман, пейлі жаман пендені кетіс астына жер тартып, «Жақ, қорықпа Құсны», есіктен шыға береді. Үшінші сурет. Крайком. Сол бұрынғы көрініс, тек Голощекин түрегеліп, әрбір теңселіп жүр, қол дірілдеп графиннен су құйып ішпек болады, стақанды аузына апара беріп, ішпестен қайтадан қоя салады. Бюро мүшелеріне сүзіле қарайды. Голощекин: «Енді түсіндіңдер ғой жаудың қайдан шыққанын. Әркімнің бетіне сынап қарайды, кейбіреулер бас изейді. Ал бұған қандай шара бар?» Құрамысып қозғалақтап: «Бұл хаттан оңшыл оппортунистердің исән қып тұр. Партиялық жолмен жазалау керек». Жан тоқып жарыса: «Олар пантюркист». Голощекин сақалды селкілдеп, ұзын саусақтарын ербеңдетіп: «Алашорданың исән қып тұр десеңші. Ай, қандай улы жыланды қойнымызға салып отырғанбыз. Ақыры шақты міне. Осы жазушы сымақты крайкомның аппаратына алдырған сен емес пе едің?» Құрамысыпқа шүйледі. Құрамысып сасқалақтап: «Ол былай ғой». Голощекин сөзін шорт кесіп: «Саяси соқырлық байқамадық. Мен әрдайым айтамын, 25-ші жылға дейін, яғни мен келгенге дейін, Қазақстанда қазақтардан шыққан таза коммунист болған жоқ деп. Содан да бері 7 жыл өтті. Бұлар әлі жетіліп болған жоқ. Әлі шикі кадр мәселесін шешіп отырған адамның түрі». Құрамысыпты меңзейді. Исаев: «Мал аласы сыртында, адам аласы ішінде кім білген? Ондай ала Мәскеудің өзінен де шығып жатқан жоқ па?» Голощекин шатынап: «Иә, дәлелдерің көп. Троцкий, Каменев, Зиновьев, Рыков. Солар ғой айттағың». Исаев: «Солай-ақ делік». Голощекин: «Ендеше сол сабақ. Неге біз өз Троцкийлерімізді әшкерелемейміз? Неге оларды төңкеріп тастамаймыз?» Елеусіз. Жандағы Құрамысыптың құлағына сыбырлап: «Не дейді? Бізде де Троцкий бар дей ме?» Құрамысып жақтырмай тыржың етіп: «Иә». Голощекин алара қарап: «Несі бұр-күбір?» Құрамысып: «Жай, мына кісі». Голощекин: «Түсінбей отыр ма?» Елеусізге таяп келіп: «Біздің арамызда да жаулар бар, Троцкийлер бар. Не істеу керек?» Құрамысыпқа: «Аудар». Құрамысып Елеусіздің құлағына: «Жау бар дейді, не істеу керек?» дейді. Елеусіз: «Жау ма? Жаудаяған жаралы. Я, құрту керек. Мен қол көтерем». Қолын көтереді. Голощекин: «Әне, көрдіңдер ме? Қазақтың оқыған зиялылары. Сендерден көрі оқымаған Елеусіз Елемесовичтің көзі әлде қайда ашық. Адамда жай көз бар да, көзілдіргін шұқып, саяси көз бар». Елеусіз өзін Голощекин мақтап тұрғанын сезіп екіленді: «Я, жауды құрту керек. Мен қол көтеремін». Қолын ербитеді, бірақ басқа ешкім көтермеген көріп таңғалып: «Я, құрту керек». Голощекин сәл саябырлап: «Сонымен бір ауызды болайық. Бесеуінді партиядан аластау керек. Алашордашылармен қаншалықты қатынасы барын ОГПУ анықтасын. Шетінен бір-бірлеп шақырыңдар». Қоңырауды басып қалады. Көмекші кіреді. «Бәрі де келді ме әлгі бүлікшілердің?» Көмекші: «Мүсірептен басқасы». Голощекин: «Ол жазушы сымақ неге кешігеді? Айттың ба тез жет деп?» Көмекші: «Я, 2 рет». Құрамысып қыстырыла кетіп: «Ол маңғаз ғой, бір-бір басып жеткенше таң атар». Голощекин арық алақандарын ысқылап: «Жыннан айырылған бақсыда етерміз әлі. Сонда маңғаздықтан не қалар екен? Осы жазушы сымақтар неге кесірлі? Әне біреу Сейфуллин деген тіпті Құдайдың өзімен қатар отырғандай шіренеді. Табылған екен Толстойлар». Иванов: «Филипп Исаевич, дегенмен тым қатты кетпейік. Бұл бесеудің жазып отырғаны бір жағынан шындықта ғой. Одан да хаттағы жайттарды қаперге алып, елге жағдай қарастырайық та». Голощекин талып қалғандай көзін алайтып, қолын жайып: «Міне, тағы бір қайырымды басшыға келді. Сонда немене, кім жаман? Голощекин жаман, ә? Сен ғой жақсы көрініп шыға келмексің, ә? Мүмкін Голощекиннің орнына отырарсың, ә?» Иванов қабынып:
Не деп кеттіңіз, Филипп Исаевич? Құдай үшін қиянат жасамаңыз. Голощекин қыбығанғандай, қиянаттың көкесі міне, қатты сілкілейді. Құрамысып селк кете қалады. Саған ерекше тапсырма. Бұл басбұзар ұлтшылдар мұндай хатты Мәскеуде де жолдауы мүмкін. Поштаға, телеграфқа ықтият бол. Бұл сипаттағы бірде-бір қағаз Мәскеуге жіберілмесін. Тікелей бақылау ал. Құрамысып құп болады, Филипп Исаевич. Мен қазір шығып кетеді, Иванов. Егер бұл хат жала болса, Мәскеуге жөнелтілгеннен несіне қорқамыз? Голощекин шоқ басқандай ұшып тұрып, қорқып отырған ешкім жоқ, Иванов. Голощекин ешкімнен де қорықпайды. Голощекиннің іс-әрекетін Сталин жолдастың өзі 100% құптайды. Иванов ыңқырап, онда еркіңіз білсін, Голощекин. Қоқиланып, қоңырауды басып қалады. Көмекші кіреді. Келді ме әлгі маңғай жазушы? Көмекші келді. 4-ші сурет. Сол бұрынғы кабинет тек отырғандар сіресе қалған. Голощекин креслода әлде қалай қобалжулы, саусақтары дірілдеп графиннен су құйып ішпек болады, бірақ иіскеп ішпей қоя салады. Мүсіреп кіреді. Голощекин: кел, жазушы. Мүсірепов сыпайы бас изеп амандасады. Сені ғой біз крайкомға жауапты қызметке алдық. Не үшін? Мүсірепов: оны өздеріңіз білсеңіздер керек еді. Мені крайкомға қызметке алыңдар деп мен арыз бермеген сияқтымын. Голощекин бюро мүшелеріне шағынғандай: көрдіңдер ме? Қалай кердеңдейді. Құрамысып: жолдас Мүсірепов, сіз крайкомның бюросында тұрғаныңызды білесіз бе? Мүсірепов: тойға келмегенімді сеземін, бірақ крайком бюросы Голгоф емес қой деп ойлаймын. Елеусіз: Голгоф деген түсінбей, Құрамысыпқа сыбырлап: не дейді? Қай жер дейді? Құрамысып тыржың етіп: Иса пайғамбарды крешке шегелеп тастаған жерді айтады, соны Голгоф дейді. Елеусіз: астағфиралла. Сонда бұл өзін Исамын деп тұр ма? Голощекин қуанып кеткендей Мүсіреп: көрасау, сонда сен өзіңді Иисус Христосқа балап тұрсың ба? Мүсіреп: жоқ, жолдас Голощекин, мен коммунист, жазушы Мүсіреппін. Құрамысып: онда неге қайдағы Голгофты еске алып тұрсыз? Мүсіреп: жолдас Ізмұқан, мен Христос емеспін, бюро Голгоф емес. Голощекин: жолдас Понтий Пилат болмас, сіз Синедрион болмассыз. Онан да мәселені түсіндіріңіз, мен неге шақырдыңыз? Голощекин: сен өйтіп көлгірсіме, жазушы, білмей тұрған шығарсың. Хатты ұйымдастырған сен ғой. Мүсірепов: мейлі, мен ақ болайын. Голощекин: міне нағыз Иисус өзін құрбандыққа дайындап тұр. Мүсірепов: неге құрбан болуға тиіспін? Шындықты айтып, бюроға ашықтан ашық мәселе қойғаным үшін бе? Голощекин шыңғырып: қайдағы шындық? Халық малжан жаппай қырылып жатыр деген шындық па? Жала! Құрамысып килігіп: жала арқылы халықты крайкомға қарсы қою бұл провокация. Елеусіз дөңгелек сақалын ұстап: ғабит шырағым, оның қалай? Мүсірепов торыққандай: ел аға, сіз де түк көрмей қалдыңыз ба? Бір үзім нан сұрап, кеңсеңіздің алдында сұлап жатқандардың үстінен аттап-бұттап өткеніңізде есіңізден шыққан ба? Голощекин: олар жалқау оңбағандар, жұмыс істегісі келмейтін, ыңырсып жатқандарды кеңсенің алдынан мен де көрдім. Мүсірепов ызаланып: оларға бездельники, работать надо деп бастарынан теуіп кеткеніңізді мен де көрдім. Голощекин: жалқау оңбағандарды маңдайынан сипауым керек пе сеніңше? Аяғыма оралды, аяғымды ажыратып алғаным рас. Тепті дегенің тағы жала. Елеусіз жан ашығандай: ғабит шырағым, төремен тіреспе, күштімен күреспе демеуші ме еді, нағыласың қарсыласып? Голощекин: ол бізді негізгі мәселеден бұрып әкетіп бұлғаққа салып тұр ғой. Мүсірепке қолын шошайтып: экспертиза хаттың 3 дана басылғанын анықтады. Қалған 2 данасы қайда? Мүсірепов: біреуі Сталин жолдасқа жіберілген. Голощекин шиқылдап күліп: сен шынында да Иисуссың. Иисус Христос өзін Құдайдың ұлымын деп жариялаған ғой. Ал сен Сталин жолдаспен тікелей хат жазыспақ болғансың, бірақ хатың Сталинге жеткен жоқ, хат ұсталды. Мүсірепов: әлгі кеңес поштасының азамат құпиясын сақтайтыны қайда? Голощекин: құпия сақтағышын поштаның
Крайкомнан жасыратын құпиясы жоқ. Ал хаттың үшінші данасы қайда? Мүсірепов тура қарап. Жоқ, жыртып тастадық. Голощекин. Сен жалақор ғана емес, әрі өтірікші екенсің ғой. Қоңырауды басып болып көмекшіге шақыр Қарабаевты. Қарабаев кіреді. Голощекин. Міне, авторлардың біреуі. Бұлар обасында алтау болған: Мүсірепов, Гатауллин, Алтынбеков, Қуанышев, Дәулетқалиев және Қарабаев. Бірақ Қарабаев өз қатесін түсініп, соңғы сәтте қол қоюдан бас тартқан. Және обастағы ниеті үшін бізден кешірім сұрады Қарабаевқа. Қарабаев жолдас, хаттың үшінші данасы қайда? Қарабаев қызарақтап, жан-жағына алақ-жұлақ қарап. Үшіншісі РСФСР Совнаркомына Тұрар Рысқұлов жолдасқа жіберілмек болған. Бірақ жібермегенін білмеймін. Мен топтан шықтым ғой. Голощекин. Естідің бе жазушы? Енді есіңе түсті ме? Мүсірепов Қарабаевқа жиіркене қарап. Юда. Голощекин. Алақандарын шапалақтап. Браво! Міне, Иисус. Айда Иисус. Қарабаев Юда. Мүсірепов Иисус. Юда Иисусты ұстап берді. Тарих қайталанбайды дейді. Қайталанады. Елеусіз. Құрамысовқа. Не деп кетті Құрамысов? Иса пайғамбарды Иуда деген сатып кеткен, соны айтады Голощекин. Дәлін жолдасқа қол жетпеген бейшаралардың ендігі тапқаны Рысқұлов. Жантоқов. Рысқұлов пантюркист. Иванов. Жолдастар, сағатына қарап. Түнгі сағат 1 болды. Нақты мәселеден ауытқып барамыз. Голощекин. Қателесесіз, Иванов. Нақты мәселеге енді келдік. Бүліктің бастауы қайда жатқанын білдіңіз бе? Анықталды ғой, бәленің бәрі Рысқұловтан. Алыста жатып, Мүсіреповтердің қолымен от көсейді. Бұл бүлікке Рысқұлов араласқан екен ғой. Міне, бұл шатақ. Жантоқов. Рысқұлов пантюркист. Орнынан ұшып тұрып. Рысқұлов пантюркист. Мүсірепов ұлтшыл. Қалш етіп, қол ербеңдеп, көз аларып, құлап бара жатып. Пантюркист. Ұлтшыл. Голощекин. Шатақ. Рысқұлов шатақ. Сахна қараңғылана береді. 5-ші сурет. Сағат түнгі 2-ні соғат. Крайкомның шамы әлі сөнбейді, бюро әлі бітпейді. Голощекин графиннен стақанға су құяды, аузына апара беріп, стақанды қоя салады. Голощекин. Республикаға, Казкрайкомға, оның басшылығына жала жапқан үшін Мүсірепов, Алтынбеков, Гатауллин, Қуанышев, Дәулетқалиев партиядан шығарылсын. Істері сотқа берілсін. Менің ұсынысым осы. Сілтедей тынған тыныштық, тек қабырғадағы сағат сыртылы естіледі. Сыртта мауыққан мысықтардың баж-бұжы шығады. Голощекин стақандағы суды ішпек болып қайтадан қоя салады. Жөткірініп, Иванов қол көтереді. Иванов. Жолдастар, хат иелері жас коммунистер екен. Жастыққа қателесу тән. Сондықтан Филипп Исаевич, оларды бірден партиядан шығару керек дегенге мен келісе алмаймын. Ескертумен тынайық. Голощекин орнынан атып тұрып. Жоқ. Бұл жастықпен қателесу емес. Бәлеқорлық, жалақорлық. Бұл керек болса, саусағын аспанға шошайтады. Ұлтшылдықтың бас көтеруі. Біз ұлтшыл уклонистерді жойдық деп мәз болып жүрміз. Ұлтшыл уклонистер Рысқұловты, Ходжановты, Меңдешевті, Нұрмақовты, Садуақасовты арамыздан аластадық. Республикадан қудық деп ерте масайрағанбыз. Сушпек болып стақанды аузына апара беріп, жиркенгендей қоя салады. Сөйтсек, олардың қиыршықтары бар екен. Мүсірепов жаққа саусағын шошайды. Мәскеудегі Рысқұловпен тағы басқалармен байланыс жасап тұрады екен. Тек қатал жаза. Иванов шарасыздана қолын жайып. Жат пиғыл жоқ қой. Жанашаған пікір үшін қалай жазалаймыз? Голощекин. Мен өз ұсынымнан, өз талабымнан қайтпаймын. Суды ала беріп аузына тақап, одан бетер ашуланып, төлге стақан тарс еткізіп қоя салып. Қайтпаймын. Исаев. Менде бір ұсыныс бар. Бұл бесеу кінәлі әрине. Бірақ, Филипп Исаевич, сіз айтқандай жат пиғыл бар ма бұларда? Жоғау деймін. Әлді сынайық. Олар аштық туралы, асыра сілтеу туралы жазған екен. Сол кемшілікті түзесін. Бар болса. Жіберейік жерге, көрсін, түзесін. Ал бәрі бекер болса, сонда жазалайық. Голощекин шоқ басқандай шошып түсіп. Сен де солай сайрадың ба, Ораз Жанұзақович? Мәскеуді барып паналаған национал
Уклонистердің арандатуымен бес бұзық райкомға жала жабады, ал сен де оларды қорғайсың. Исаев күмілжіңкіреп. Олардың хатын мүлде жала деуге келер ме екен? Голощекин. Ек қол ербеңдеп, жала, жала. Біз Октябрь революциясының дауылы тек жанап қана өткен Қазақстанда кіші Октябрь орнатып, сол арқылы дауыл тұрғызып жатырмыз. Қолымен дауылды суреттейді. Дауыл ескі дүниені қоқыстан тазартады, кеудесін ұрып. Біз Қазақстанда жаңа тарихтың жасампаздарымыз. Дауыл, жаңа тарих. Түсінесіңдер ме? Ал мұндайда кейбір шығын болуы диалектикалық заңдылық. Мүсірепов басын тәуекелге тіккендей қатуланды. Диалектикада халық жаппай қырылсын деген заң жоқ. Голощекин шыңғырып. Сен шала сауатты азиат, диалектикадан не білесің? Мүсірепов сазара саспай. Мен білетін маркстік диалектикада ондай сойқан жоқ. Сіздің айтып тұрғаныңыз Римнің баяғы императорлары Нерон мен Калигуланың диалектикасы. Залтына қалады. Әлгіде ғана оны жақтап тұрған Ивановта басын шайқап, ерін тістейді, әлгі сөздерден түк түсінбеген елеусіз, жан-жағына жалтақ-жалтақ қарайды, елеусіз. Ақыры шыдай алмай Құрамысовқа не дейді, не болып кетті? Құрамысов жырана иығын қиқаң еткізіп. Тыныш отырыңыз, ақсақал. Голощекинге қарап, бұл шектен шыққандық. Қайдағы Нерон, қайдағы Калигула? Голощекин аңырып таңырқап, бәсе, қай Нерон? Жантақов. Пантюркист, что ли? Иванов бетін басып күліп. Неопантюркист. Жантақов шамданып. Күлмеңіз, күлетін жай емес. Голощекин тыныштал, жауап естейік. Мүсіреповке, кәне айт, Мүсірепов. Шегінерге жер қалмай, біздің заманымыздың шырқау басында Римді Нерон деген император билепті. Халқын аштыққа ұшыратып, ешкімде ештеңе қалмасын деп жарлық шығарыпты. Римді әдейі өртетіп жіберіп, өзі меценат мұнарасына шығып алып, өртке қарап тұрып, Трояның күйреуі деген әнді айтқан. Голощекин әдейі қызықтап. Тоқта, сонда Нерон император басымен ән салған ба? Мүсірепов мырс етіп. Салғанда қандай? Бар халықты театрға жиып алып, есік-тесігін тарс бекіттіріп тастап, тарғыл-тарғыл даусымен күндіз түні ән салғанда, екі қабат әйелдер шыдай алмай театрда босанып қалады екен. Голощекин қызыға түскендей. Тағандай өнер бар екен? Мүсірепов. Мүлде жазықсыз адамдарды өлім жазасына кеседі екен де, үкімге қол қоярда өз басын өзі тоқпақтап, әттең бүйткенше хат танымас кешше болсамшы деп өтірік қайғырады екен. Голощекин зымияндана жымиып. Тағы не депті? Мүсірепов. Нерон басына зауал туып өлір шақта әттең дүние неткен ұл әртіс өліп бара жатыр депті дейді. Голощекин мүләйімсіп. Ал Калигула не істепті? Мүсірепов. Жақсы көрген арғымақ атын консул сайлатып, елеусіз жаққа еріксіз қарап, мәжілісте консулдармен бірге отырғызған көрінеді. Голощекин кенет қан ішіне тартып. Ал жолдас Исаев, жолдас Иванов. Осыдан кейінді мына жазушы партия қатарында қала бермек па? Иванов не күлгені, не қысылғаны белгісіз. Филипп Исаевич, бұларға дауа бар ма? Өйтпесе ол жазушы бола ма? Әңгімені ушықтырмай, Исаев жолдастың ұсынысын қабылдайық та. Голощекин әуелі тұтығып. Ау, либерализмнің шегі болмаушы еді бұл не, Иванов? Ау, бұл бізді қайдағы бір қаныпезер деспоттар мен тирандарға теңеді ғой, сонда түсінбедіңдер ме? Иванов. Әдебиетте гипербола, образный мышление деген болады, оларға жарасады. Құрамысов жөткірініп, жұрт назарын өзін аударып. Жоқ, жолдас Иванов, мынау біздің крайкомда бұрын соңды болмаған сұмдық. Сіз шыннан аңдымай қалдыңыз ба? Нерон ешкімде ештеңеде қалмасын дейді. Ал бізге қазір біздің жауларымыз бай кулактар. Голощекин бастаған крайком асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деп айтыпты деп жала жауып жүрген жоқ па? Голощекин Құрамысовқа емірене қарап, қанаттанып. Нерон Римді өзі өртетіп жіберіп, өзі соған сүйсіне қарап ән салыпты. Мынау Мүсірепті меңзеп, бізге жарапазан айтып отырсыңдар деп тұр ғой. Құрамысов құлшынып. Нерон театрдың есік-тесігін бітеп тастап, күндіз түні ән салғанда, екі қабат әйелдер театрда босанып қалған екен. Ал сонда түн ортасынан ауғанша бітпей қойған мына бюрода жазушы Мүсірепов шыдай алмай нетіп қалып жүрмесін. Өз сөзіне өзі мәз болып қарқ-қарқ күледі.
Түкке түсінбеген елеусіз қосыла күледі. Жан тоқып, шақшата бұлтылдап, пантюркист, Голощекин. Құрамысып, оспағының оспадарсы шыққанын сезіп, қабағын шытып, жа, қайдағы бір сандырақты әкеліп өзімізге таңа бермейік. Иванов, міне мұныңыз жөн, Филипп Исаевич. Бесеудің хаты талқыланып, ілтипатқа алынды дейік. Хаттың авторлары қазіргі күрделі жағдайды жөндеуге септігін тигізу үшін жер-жерге іс-сапарға жіберілсін дейік. Осындай шешімге келіп, осымен тарайық. Исаев, дұрыс. Голощекин, либералдар, келісімпаздар, булығып, бұл. Дәл осы кезде крайком терезесінің алды жарқ-жұрқ етіп, Орасан найзағай ойнап өтеді, артынша аспан қағайырылып жерге түскендей болып, күңірене күңгіркіреп қоя береді. Төбедегі шамдалдар теңселіп, шылдыр етеді. Елеусіз. Төбесіне құндыз бөркін кие бісміллә, субханалла, жан тоқып бұға түсіп. Проделки пантюркистов. Құрамысов. О да қыбжықтап, сен оттай береді екенсің, Иванов. Сабыр жолдастар. Кәдімгі Алатаудың долына изағай ғой, қазір басылады. Осы кезде терез алды алаулап жарқ ете қалып, тағы да аспан қақыра бола жөнеледі. Елеусіз. Әлхамдулилля раббил аламин. Мүсірепов. Сыздана қасын керіп. Мүнафикун. Күн тағы да күңірене күрілдей жөнелгенде Голощекин креслоның тасасына бұға қалады. Лезде шам сөніп, шымылдық жабыла береді. Екінші бөлім, бірінші сурет. Түн ортасы ауған шақ, сол бұрынғы кабинет, бюро жалғасып жатыр. Елеусіз қалғып отыр, тек Голощекин қатты сөйлеген кезде көзі бағжаң етіп, басын көтеріп алады, басқалар да қажып, үнжұрғасы түсе бастаған. Голощекин. Әлгі бір қорқақтығын ақтағысы келгендей жорта жайдарланып, сонымен күн күркіреді, найзағай шартылдады. Енді біздің әңгімемізді мұна ауарай сияқты сабасына түсетін шығар. Кәне, Мүсірепов жолдас, мұна бізге жөндеп түсіндіріңізші. Ел қырылып жатыр, мал қырылып жатыр дегенді қайдан алдыңдар? Мүсірепов сабырмен. Жолдас Голощекин, өзіңіз білесіз, мен крайкомның іс сапарымен ұжымдастыру науқаны қалай өтіп жатқанын бақылау мақсатымен Павлодар жақта болып қайттым. Одан кейін Торғайдар аладым. Бәрі де сонда көргендерім. Ойдан қосылған еш нәрсе жоқ. Голощекин қуақыланып. Кәне айта ғой. Жазушысың ғой. Біз көз алдымызға елестететіндей етіп айтшы. Мүсірепов. Мен айтсам, жазушы ретінде емес, крайкомның өкілі ретінде ресми айтамын. Әйтпесе, жазушы әсірелеп тұр деуіңіз мүмкін. Голощекин. Оныңа да келістік, Мүсірепов. Жолдас Голощекин. Мұндайды асылы көзбен көрген дұрыс болар. Голощекин лезде ашу шақырып. Жа, ақыл үйретпе. Кабинетшілсің демекшісің ғой. Көререм менің орнында болсаң. Мүсірепов шатынан қырап тұрып, сабыр сақтап, ендеше тыңдаңыз да көріңіз. Екінші сурет. Қорқыт күйі ыңырсып тұрат, сұрқай дала, сұрқай киіз үйлер, кейбірінің туырлығы түсіп, кереге қаңқалар ырсиып көрінеді. Сол мелшеген үйлерге биіктен көзі тігіп екі адам қалт тұрып қалған, бірі Нұрхан, бірі Мүсірепов. Аулақта шие бөрілер шулайды. Нұрхан, міне. Әлгі мен айта беретін ауыл. Мүсірепов құлазып, қыбыр еткен жан жоқ, ит түрмейді. Нұрхан шошынғандай, үрерге иті сығарға биті жоқ деген осы боп жүрме ғой. Мүсірепов, сіз айтқан күләнда осы ауылды ма? Нұрхан дауыс дірілдеп, ие. Мүсірепов, онда бірден сонда соқпаймыз ба? Нұрхан ақырып, жоқ. Ғабит бірден баруға жүрегі түскір дауаламай тұр. Осқыны жаман ғой мына жұрттың. Әуелі тірі жан жолықса хабар білейік. Олар төбешіктен түсіп бірінші үйге таяқ біледі. Кім бар ей? Қайталап, кім бар ей? Мүсірепов, ешкім жоқ. Нұрхан, кім бар? Айқарма есікті итеріп ашады. Жүк жиюлы аяқ табақ жиһаз мүлік орнында бір бүйірде ақ шымылдық есіктен емген желмен желбіреп тұрады. Кім бар? Мүсірепов, ешкім жоқ. Нұрхан, шымылдықты түртіп қалған сол ақ берде күл болып сау етіп сыпырылып түседі ғой бай. Мүсірепов селк етіп, о не? Нұрхан, Ғабит мынаны қара. Екеуі де бейбақтар құшақтасып жатып жан тапсырыпты. Ішінен күбірлеп аят оқып бетін сипайды. Мүсірепов, күйіп кеткендей, екеуі де опат, екеуі ғана мәкен.
бір тайпа ел ғой, екеуі балалы шағалы болар еді. Бір шаңырақтан қаншама отау бөлініп шығар еді. Нұрхан, көзінің жасын сілкіп, қой шырағым, сескеніп қаларсың, үңіле берме, кетейік. Шегіншектеп, есікті мықтап жауып кетейік, әлгі лағнет шиберлер бекер шулап жүрген жоқ. Үшінші сурет. Көкіл күйі сарнайды. Екінші жүк жиюла қазан ошақ орнында, бірақ бәрі қаңсып тұр. Бір бүйірде бесік асылып келіншек отыр, ұйықтап кеткен сияқты. Нұрхан, апырай ғабит, мұнда біреу отыр. Мүсірепов, я отыр. Нұрхан, ау жарқыным, кісілер келді үйіңе. Дыбыс жоқ, естімеді. Келіншектің иығынан тартады. Омырауын балаға тосқан күйі аңырып бері қарағанда бесікте жансыз жатқан бала көрінеді. Ау байғұс-ау, не болды? Әйел оларды елемей айдалаға қарайды. Мүсірепов есікке тұра ұмтылып көмекшілерді шақырады. Мұнда тез, бер бұрылып, ей тозбырлық, Голощекин осыны көзімен көрмейді. Нұрхан, ол құдай, көзін шел басқан құдайсымақ. Мүсірепов, мұндайды көрсе рахаттанама деп қорқамын. Нұрхан, ондан олып жүрген қорқау қасқырлардан несі артық? Мүсірепов, қорқау қасқырда табиғат обаста солай жаратқан, Голощекин адам баласы ғой. Нұрхан, адамнан шыққан қорқаулар қасқырдан да қатыгез. Көмекшілер кіреді. Ай, бәрібір қатарға қосылмас. Келіншекті иығынан тартып, күләнді аман ба? Әйел тіл қатпай аңырып шаңыраққа қарайды. Көкіл күйі күңіренеді. Мүсірепов көмекшілерге, бүкіл ауылдан бірінші көрген тірі адам, өліктен айырмасы шамалы, тамақ беріп көріңдер. Көрер жарық сәулесі болса тірі қалар. Әлдегенге кіжініп, арсыздар. Көкіл күйі күңіренеді. Төртінші сурет. Ақсақ құлан азынай, келесі ақбоз екен. Бір жақсылық бар болса тек осы үйде ғана сияқты көрінеді. Сол үмітпен Нұрхан барып ішінен шеғаптаған киіз есікті түріп ашып кеп бергенде іштен кілең қара дию ібілістер биін көріп шошып шегінеді. Нұрхан, Субханалла, Субханалла. Мүсіреп мойын созып, ендігі сұмдық не сұмдық? Нұрхан шаңыраққа қарап, ах жауыздар, бәсе түндіктен түскен екен ғой, құзғын қарғалар, құзғын тазғаралар. Мүсірепов іргеден туырлықты көтеріп көріп, Данте суреттеген тамұқта мұндай албастылар алапаты жоқ сияқты. Мынау үйде тозақ оты лапылдайды, қара албастылар ойнақ салады. Қырқадан қырсық шалған сорлы ел, тазғара тасыраңдаған сұмзаман ахұрып, арамыздан азап арылмаған, төбемізді қырсық жайлап, кеудемізге қорлық қыстаған неткен еледік. Көмекшілерге ақырып, тез өртеп жібер мынау тозақ толы үйді, індет таратады. Нұрхан домбырасын шертіп мұңлы жыр реквиемге басады. Жалғыздап қадақ ел қалған, есіктері ашылып, сирағы сидам сырықтай, білегі күйген шыбықтай, саусағы солған сүліктей, табаны қара сүріктей, тырнағы темір күректей, кірлері ағып сүмөктеп, жылай алмай ыржаңдап, жүре алмай жүр бұлғаңдап, мас болғандай маужырап, сүйектері саудырап, сөйлей алмай күрмеліп, аңырсып жүр күңіреніп, көрінгенге сүрініп, сүйретіліп жүр келіп, жерден тауып, жеп тоймай, өлмеші жан күн көріп, қабырғалаған неткен жан, дүниеден безіп кеткен жан, таусылмайтын күнде өліп, терме жыр алыстан естілгендей болады да шам сөне береді. Бесінші сурет. Жарық кабинетке түседі. Бюро мүшелері қалжыраған түрі бар, елеусіз бас төсіне домалап қор ете қалады. Құрамысып, бүйірінен түртіпке береді. Голощекин тесірейіп қарайды. Голощекин, естідіңдер ғой мына жазушының не айтқанын? Дауыстап, естідік, елеусіз. Апалақтап естідік. Голощекин, естісеңдер, осының осы айтып тұрғанына сенесіңдер ме? Елеусіз жан-жағына қарап, сенеміз. Голощекин ашуланып, қалайша сенесіз? Елеусіз апалақ деп, қайдан білейін, жаңа біреу өлең айтты ғой, демек жағдайлары жаман емес та, аш адам өлең айтушы ма еді? Голощекин күйініп кеткендей, міне біздің ел басқарып отырған көсемнің түрін қара. Иванов мырс етіп, басқартып қойған кім? Голощекин шап ете қалып, мен, сол ғой айтпағың, пролетариат диктатурасы. Ал елеусіз жолдас жұмысшыдан өсті. Иванов, өсуіне қарсылық жоқ, өзіңіз емес пе көсемнің түрін қара деп міс етіп тұрған?
Исаев: жолдастар, негізгі әңгімеден аулақтап кеттік. Меніңше, Мүсірепов жолдас сөзін әлі аяқтаған жоқ. Тыңдайық. Голощекин: ықылассыз, ал тыңдайық. 6 сурет. Сейтек, Заманай. Сахна буылдыр, будақ-будақ, түтін, түйдек-түйдек. Бұлтар астынан Мүсіреп пен Нұрхан сұлбалары қылт-қылт көрінеді. Нұрхан: ешкімге қиянаты жоқ. Залымдығы, қулық сұмдығы жоқ еледік. Қабитау не жаздық? Мүсірепов: иә. Завал дейтін завал емес. Нұрхан: бұрынғылар айтатын еді, әр адамның ғұмыр кітабы болады. Адам не істесе, не айтса, соның бәрі ғұмыр кітапқа табанда жазылады. Кінәсі яки күнәсі болса, завал соқпай қоймайды. Қиянат қылса, алдынан шығады. Жақсылық қылса, о да алдынан шығады дереді. Мүсірепов: халық айтса, қалып айтпайды. Нұрхан: ендеше мына зорақы заман завалы кімге? Кім тартпақ? Голощекин бе? Әлде одан да зор біреулер бар ма? Мүсірепов: Голощекин қол шоқпар ма деп қорқамын. Нұрхан: онда тып-типыл болдық десеңші. Мүсірепов: әлем алдында тұтас бір халықта қырып қойып, кеңес өкіметі қол қусырып отырмас. Аулақтан кейбіреулер шуылдайды. Нұрхан басын күйзеле шайқап: әй, тірі қалар ма екенбіз? Осы сойқанды Сталин білсе, Голощекиннің көзін жояр еді-ау. Мүсірепов түнері басын шайқап: Голощекин Сталиннің қолындағы көсеу ме деп қорқамын. Нұрхан абыржып: қой, ойбай, менен басқа ешкім естімесін. Мүсірепов: Қостанайда мен Зиновьевпен жолыққанымды айтып едім. Нұрхан: ал? Мүсірепов: айдалада біреу естіп қоятындай абайлап жан-жағына қарап: мына біз алып жүрген азын-аулақ көмекті аштарға деп бөлдірген сол Зиновьев. Нұрхан: ойбай, кәдімгі Мәскеудегі Зиновьев пе? Мүсірепов бейхабарлығына таңданғандай: иә, қазір ол Қостанай облаткомы. Нұрхан түсінбей: немене? Сонша төмендігім бе? Мүсірепов сазарып: солай болғанда. Нұрхан шыдамсыздан: ал? Мүсірепов: мен одан бұл қырғынды Сталин жолдас білеме деп сұрадым. Нұрхан: ал? Мүсірепов дардай кісінің шыдамсыздығын ұнатпағандай: білет дейді. Нұрхан: ал? Мүсірепов: сенер сенбесімді білмеймін. Нұрхан: апырай, Сталиннің жаны ашымаса, Құдайдың да жаны ашымағаны ғой. Мүсірепов: солай болғанда, ойланып: ал? Голощекиндікі көпе-көрнеу зорлық, зорлықтың түбі қорлық, қорлықтың түбі қу-тақыр. Сонда көрдік біз пақыр. Нұрхан: Голощекин біздің жерді өртей беретіндей не жаздық? Осы өрттің отына бас сирақ үйтеме қайтеді. Сондай бір зымиян ой жоқ па? Мүсірепов: елдің егесі, бөрінің тәңірісі бар Мәскеудегі азаматтарымыз Рысқұлов, Нұрмақов қарап қалмас. Нұрхан: ал? Алматтағы азаматтар не бітіріп отыр? Тек басшылығы бере ме? Мүсірепов күрсініп алысқа қарап: ұлық өзінен ақылды ұнатпайды, орнында алып қояды деп қорқады. Біздің беткөстер білімді арлы азаматтарымызды Голощекин сырттатып жіберді. Алматыда қалғандарына күн көрсетпейді. Ал соның сөзін сөйлеп сойылын соғатын Құрамысов сияқтылар қомпиып отыр. Нұрхан: қомпиып емес, қортиып отыр десеңші. Мүсірепов: дұрыс. Қолынан қайыр бермейтін қортиғандар бей болды. Халқым деген адамға ұлтшыл деген қарғыс таңбасы басылады. Нұрхан: ұлтшыл атанбас үшін халықты жек көріп қыра беру керек пе сонда? Мүсірепов: Құрамысовтар сондай. Құрамысовтар құрымайыншы берекеміз кірмейді. Нұрхан: сүзелер еді бұл заман, пейілі жаман пендені кетіс астына жер тартып. Мүсірепов ашынып: әзірше бейгүнә бейбақтарды тартып жатыр. Буалдырға қол созып: әне, біреу келе жатыр. 7 сурет. Көкіл күйі. Мұнар көк тұман, түтін арасынан басын қара орамалмен шандып, жыртық шапанды белінен буып алған, аяғына керзі етік киген, кексе жүзді жүдеу әйел көрінеді. Бұл Амангелді батырдың жары балым еді. Арқасында дорба. Нұрхан жақындап барып: апырай, тірі жан баласын көретін күнде бар екен-ау, кімсің жарқыным? Балым миығына мысқыл үйіріліп: ат арса тулақ, адам арса аруақ. Тіктеп қарап: танымай қалдың ба, ақын қайным? Мен балым. Нұрхан шырпыр болып: ой құдай. Балымды құшақтап көрісіп: ардагер Амангелді ағамнан қалған алтын жеңгем. Анықтап қарап: мына
Нәубет сенің де нұрыңды алыптау қайран жеңешем. Мүсірепов шерға жалт қарап, не дейді? Сіз балымсыз ба? Батырдың жары. Армысыз, балым? Балым, бар бол, шырағым. Нұрханға қарап, бұл қай бала? Нұрхан көтеріңкі, бұл жазушы Ғабит Мүсірепов. Батыр туралы кітап жазбақ ниеті бар еді, балым. Үхлепе, шырағым. Ораза намаз тоқтықта деген батыр туралы әңгіме шертіп кітап жазар кезбе бұл. Мүсірепов, дұрыс айтасыз, балым. Әуелі өрттен шығып алайық, айнала өртті көрсетіп, батыр туралы нелер кітап жазылар, балым, қатқыл. Өртті салған қай жендеттің қолы? Мүсірепов, ызғарлы мысқылмен. Қазақстанда әлі кеңес өкіметі орнамаптымыз. Қазақстанда кіші октябрь төңкерісін жүргіземін дегендердің қолы, балым. Балым, бойын тіктеп, Қазақстанда кеңес өкіметі орнамаса, Амангелді сынды батырлар не бітірген, не үшін жан пида болған? Мүсірепов, октябрьдің дауылы Қазақстанды жанай өтіптіміз. Сондықтан жаңа дауыл тұрғызамын деген сол бір сойқан әрекетке рұқсат та берілген, балым, кекесімен. Сондағы кіші октябрь төңкерісінің сықпыты осы ма? Мүсірепов баяу. Осы болғанда, балым, екпіндеп, әддіре қалғыр. Әддіре қалсын мұндай кіші төңкеріс. Мүсіреповке көзінен от шаша қарап, әй жазушы, бір тірі жан қалса сен қаларсың, сен аштан өлмессің. Мүсірепов сөзін бөліп, аштан өлмесемді азаптан, жан азабынан өлермін, балым. Өйтпесең жазушы боласың ба? Халық қасіреті жүрегіңді жараламаса, несіне жазушымын дейсің? Айта бар ана жарты құдайыңа да, оның жандай шаптарына да. Күні кеше айналан нұсқап, нар жайылған, жау қайырған, қайран жерді өрт қалдырған албастылардың ақыры қаза, түбі қаза, жазаға жаза. Мүсіреп мырс етіп, құдайлардың құлағы тосаңдау, айғай салып айтпасаң естімейді, айғайлап ақ айтармын, балым, балым. Айт озбырларға, елдің қырылғаны қырылып, қалғаны мына іргедегі Шеләбі, Башқұрт, Орал, Қорған, Түмен ауып кетті. Ол жақта мұндай сойқан жоқ. Мүсірепов, біз аштарға азын-аулақ азық-түлік үлестіре шыққан жәрдемшілерміз. Қолын шошайтып, әне ана арбалар, біз соны беретін тірпенде таппады. Кімдер бар? Кімге береміз азықта? Балым, ызғарлана, кеш қалғансың жарылқаушы. Мен де өзің сияқты жәрдемші бригада құрып, Башқұрттан, Баймақ деген елден астық алып келдік. Соны үлестіретін жанды бізде таппай қалдық. Арқасындағы дорбаны көрсетіп, мынаны үйде қалған кемпіріме алып бара жатырмын. Әй, бірақ бұйырар мекен. Мүсіреп, сонда, балым, сөзін тез бөліп, сонда еңбегің еш, тұзың сор, байғұс бала. Әкелген астығыңды анау Алматыдағы шала құдайыңа апарып, өңешіне тық қақалы бөлсін. Мүсіреп, жоқ, балым, жеңеше, олай демеңізші. Халық тып-типыл қырылмаған шығар, балым, аңтарылып. Кеудесінде жаны бара қопаға қарай кетті-ау деймін. Мүсірепов, соларға жетейік, жол жөнекей жуап бара жатқандарды қуып жетейік, балым. Торыққырды, әй, білмеймін, енді ел болып оңбаспыз да. Мүсірепов өтінгендей, олай деме жеңеше, омыртқаң опырылса да рухың сынбасын. Балым сұқтана қарап, ақылды сөз шықтау аузыңнан, қайным. Әй, бірақ халқыңның омыртқасы опырылып қана қоймай, рухы да сынып кетті-ау деймін. Мүсірепов рухтана, қайрат қыран, қайғы жылан, қайғыра бермей қайрат қылайық. Аспанға қарайды, я, қайрат қылайық. Балым, аспаннан не іздейсің, қайным? Аспанға қанша тесіліп қарасаң да періштелер көрінбейді. Құдай да, өкімет те бізді ұмытқан. Мүсірепов, біздің елді қырқадан қырсық шалғаны рас, бірақ қиядан қысыр, арманнан ада болмайық. Үміт үзілмесін, жол көрсетіңіз, босқындарды қуып жетейік. Балым, екі ойлы. Бетінен тозақ оты лапылдаған мына даладан кімді іздеп табар екенбіз? Мүсірепов күйінгендей, тұяғы күйген тауықтай осылай тұра берсек, әрине ешкімді де таппаймыз. Балым, тәуекел етіп, халық үшін шырылдаған қарлығаш жанды ұл екенсің, тәңірі бетіңмен жарылғасын, қайным. Айт ана арба кештеріңе, көліктің басын қопаға қарай бұрсын. Нұрхан бата алмай, апырай жеңешей, арғы ауылды да көргенсіз-ау, сонда кіләнді аман бекен. Балым,
Нұрханға аянышпен қарап. Қайран ақын қайным, адамдар аң болып, бірінің етін бір жеп, қуғылқыннан басқаның бәрін тәрк еткенде сен сұлуды ойлайсың, сүйгеніңді ұмытпайсың. Нұрхан сескеніп, айтшы жеңеше, не болды, көрдің ба, балым? Нұрханды маңдайынан сипап. Дүниенің оты сөнді ме деп едім, жылт еткен бір шоқ бар екен ғой, басын изеп қамығып. Махаббат шіркін шоқ қой, сол шоқ сөнбесе өмір өлмейді. Нұрхан жалынғандай, айтшы жеңеше, балым. Мен Қызылотауда соңғы рет көргенде күләнді сұлу тіреді, әй, бірақ бұрынғы күләнді емес ау. Кідіріп көрсең, көңілің қалып жүрмесін, жазған-ау. Аштық ит алдыменен ажарыңды алады екен ғой. Нұрхан өзеурей, мейлі жеңеше, әйтеуір тірі болса, балым, онда тез жет, сорлы ғашық. Бәлкім әлі тірі шығар. Ғашықтар тез өле қоймайды. Залға қарап, шын ғашықтар тірмізіп келеді. Мүсірепов залға. Дүн-дүние тек махаббаттан жаралса, аштық даулаққа безіп кетер еді. Нұрханға, тез, Нұраға, тез жетіңіз. Енді жолымыз осы жерде айырылады. Сіз Күләндіға барыңыз, біз балымға қарап, қопаға, бәлкім батпақ қараға қарай кеттік. Нұрхан қимай, тірлікте көрісуге жазсын Тәңірі. Екінші сурет. Күләндінің үйі кәрі әке шешесін мас белсенділер қол-аяғын байлап тастаған, үйді тінтіп, ет, құрт, май дегеннен түк қалдырмай арбаға артып жатыр. Бір жақтан Күләнді жүгіріп жетеді. Күләнді, бұл не сұмдық, бұларыңыз қалай? Талтаңбай танау делдейіп, өу жігіттер, ең үлкен Олжаның өзі келді ғой. Әжібай таңырқап, пай, міне нағыз сұлу осы. Бурабай өңменіп, әй, сендер барыңдар, үйді тінте беріңдер, бұл қызбен өзім сөйлесем. Күләнді, қарақшылар, босатыңдар, әкем мен шешемді, арсыздар. Талтаңбай, босатылмай, олар бай құлақ. Әжібай қылжақтап, бетіңнен бір сүйгізсең мен босатамын. Ерінін дүрдитіп ұмтыла береді. Күләнді бетінен шапалақпен тартып беріп, құдай-ау, кеңес өкіметі орнында ма жоқ па? Мына қарақшылар қайдан шыққан? Бурабай, өкіметке тіл тигізгенің үшін сотталып атыласың сорлы. Оның да маған көн жандағыларға. Әйда, сендер шыға тұрыңдар. Талтаңбай екпіндеп, тапқан екенсің ақмақты. Мен де сұлу танимын. Әжібай оны итермелеп, жоқ, қыз менікі. Бурабай, мен соттың өкілімін. Жаңа ол өкіметке тіл тигізді. Өзім соттаймын. Екеуің шыға тұрайда. Күләнді оның қолынан жұлқынып шықпақ болып, соттасаң сотта, бірақ ана жазықсыз жандарды босат. Бурабай, айтқаныма көнсең босатамын. Өзеуреп қапсыра құшақтай береді. Көне ғой. Күләнді далаға қарап айғайлап, кім барсың жұртым? Тапатал түсті қарақшылар тонады. Талтаңбай, ешкім келмейді, дәметпей-ақ қой. Әжібай, өзі дол екен, бетімнен салып қалды. Бурабай, демек сені ұнатпайды. Аузың апандай, мұрның үңгірдей, сені қайтеді. Әжібай тыржиып, сенің оңып тұрғаның қайсы? Сасық неме. Талтаңбай, өйтіп өзіміз таласпайық. Бурабай, кеңнің қызды қолынан тартқылай бастайды. Әжібай, бұлай түрей, екінші қолынан тартқылайды. Талтаңбай, мен тұрғанда сен екеуіңе не жоқ? Қызды бұрымынан тартады. Үшеуі үш жағынан көк парша тартып жатқанда төбеден біреулер сақ-сақ күледі. Бурабай бұрылып барып, кімсіңдер? Төбедегілер сақ-сақ күледі. Талтаңбай бұрылып барып, мыналар кім? Әжібай шоршып түсіп, ойбай, құдай ұрды. Бурабай, не болды? Әжібай тұтығып, Голощекин. Бурабай, не дейді? Сол кезде Голощекин мен құрамысып төбеде секеңдеп билеп жүреді. Талтаңбай, ойбай, жын-пері ғой. Голощекин мен құрамысып сақ-сақ күліп, селтең-селтең билеп жүреді. Голощекин сақ-сақ күліп, вот дикари, айттым ғой бұлар жабайылар деп. Құрамысып, рас айтасыз, Филипп Исаевич, үшеуі бір қызға таласып жатыр. Талтаңбай, ойбай, рас Голощекин. Үшеуі де қызды тастай беріп, жан жаққа тымтырақай қаша жөнеледі. 9-шы сурет. Күй толғақ. Түндігі қара жалаудай желп-желп еткен киіз үй, маңдайшадағы Қызылотау деген жазу қисайып кеткен. Іште шашылып қалған кітап, әр жерде домбыра, гармонь. Төл түбінде бұралып жатқан адам Күләнді. Көйлегі дал-дал, шашы жайылып қобыраған. Нұрхан даусы дірілдеп, Күләндәмісің жаным? Күләнді басын әрең бұрып,
келдіңіз бе Нұр аға? Кешіктің ғой, өте кешіктіңіз. Нұрхан, не болды? Көтерші басыңды, күләнда кемсеңдеп. Сөзді бөліп әрең сөйлеп, менің бұл түрімді көрмей-ақ, келмей-ақ қойсаңыз еді. Нұрхан, кешір күләндам, кешір. Не болды күләнда? Домбыраға әрең қол созып, не болғанын білмеуші ме едің? Білмесең айтайын. Кенет ғажаптан қайрат біткендей жырлап жібереді. Сұрасаң сырды сен менен, қорлығым бар ма көрмеген, тап қылды басқа бұл күнді, сағындым сауық күлкімді, аштықтан төзіп тұра алмай, артыма мойным бұра алмай, тастадым безіп жұртымды. Үйлі жан аштан қырылып, көмелмей кеттім бұрылып, ағайын туған жұртымды. Осындай нақақ күн болды, естір елге мін болды, ардақты адам әулеті, аштықтың келіп нәубеті, айуаннан бетер күнделді, мешелі жерге бара алмай, шайнауға бірдәм таба алмай, жұтаған малдай жол өлді. Кіш-кіштеп малын айдаған, бұйырған нанын шайнаған, сарғымыз сапырып төскөйге бие байлаған, ақаулап өскен арды өлді, еңбегінен тілеген, ерлігінен үдеген, ен дәулетке молығып, еркелеп құстай түлеген, қайратты туған ерді өлді. Сақылықпен қамы жоқ, сақтықпен жиған наны жоқ, сайраңдап жүрген сері өлді, тапқанына бір тойған, таппаса тілеп құдайдан, таңды күткен тамсанып, кедей кепшік демді өлді. Көптігіне мақтанған, атадан алтау атанған, дәулетіне мастанған, қайратты туған дәуді өлді. Туғанына қуанған, қайғысы кетіп уанған, әлпештеп сүйіп жұбанған, ат шаптырып той қылған, ардақты жалғыз ұлды өлді. Әзілдесіп күліскен, қол ұстасып жүріскен, ғашықтықпен қосылып, тіл тартысып сүйіскен, таңдап алған жарды өлді. Елге бүлік салғандар, елді тонап алғандар, ала тасыр асырда, қызыл тұмсық болғандар, өкілдерге ергендер, екпіндей шауып келгендер, өз тойып өзгесін қалаға артып бергендер, әр нәрсеге сеп болды. Еркімді алып өңкөй қар, ай шұғылаңды көруге, арманда едім көңілім зар, енді өлсем арман жоқ, армандар жерім қалған жоқ, маған өмір не қадір? Күләнді талқысып кетет, шам сөнет. 10-шы сурет. Құзғын ұшқан дала, әрде қопалы қамысты көл көрінеді, әр жерде қарайып құлап жатқан адамдар, Мүсірепов, Балым, көмекшілер құлағандарды үңіліп қарап көріп жүр, тірі қалған табылмай тұр. Жандарынан талықсып жылаған баланың үні шығады. Мүсірепов елең етіп, бала? Дауыс шыққан жаққа қолын созып, Балым, жігіттер, анда нәресте жатыр. Тұра ұмтылады Балым, Мүсірептің соңынан жүгіріп. Тірәу деймін. Мүсіреп, ойбай, жеңеше тірі. Анасының омырауын тырмалап жатыр. Арба кештерге, жігіттер, тез жетіңдер. Балымен кейіп, мына байғұс тірі ме екен? Жатқан әйелдің қолының тамырын ұстайды. Арба кештерге, су, тез. Аузына су тамызған соң әйелдің кірпігі қимылдайды, еріні ғана қыбырлайды. Баланы деп қайта талып бара жатты. Мүсірепов баланы көтеріп тұрып, міне балаң, көзіңді аш. Балым әйелдің төсіне құлағын тосып, әй, үзілді-ау сорлы. Әйел ыңырсығандай болғанда құлағын тосып, не дейсің, не? Аманат жеп қояды, кім жеп қояды? Әйел еріні қыбырлап, қолын көтермек болып, көтере алмай бас сылқ ете қалады. Үзілді бейшара. Балым бетін сипайды. Мүсірепов баланы көтерген күйі, иманды бол, сорлана. Көмекшілерге, жігіттер, жүзін жасырыңдар. Балымға, енді мына жетімді өлтіріп алмайық, не амал бар? Балым қолын созып, маған бер, сүт жоқ, суға талқаншылап берейін, қайтер екен. Жаңа шешесі жеп қояды деді-ау, сірә бала жейтін біреулер бар болғаны ғой. Мүсірепов бейгүнә періштедей нәрестенің не жазығы бар? Нәрестені жегені арыятты жегені. Нәрестенің бір аты арыят, оның арыят таза, оның бір аты әділет. Нәрестені жегені әділетті жегені. Балым баланың еріне шылаған талқан жұқтырып, бәсе талмап жатыр. Осыны жесең өлмейсің байғұс. Мүсірепке бұрылып, арыят, әділет пәділет деген бірдің айттың-ау қайным. Бала жегіштер аштар ғана емес, анау әлі қайда егін көтереді, солар балаған емес, бүкіл елді тұқым тұқиянымен жұтып жатқан.
Бала жегенді ұстасаң соттарсың, ал бүкіл халықты жеп жатқанға не істейсің? Оларды ұстап соттағанның өзінде өлген қайтып тірілмейді, завалы қалай қайтады сонда? Мүсірепов жауабын таппай қиналып, сұрапыл сұрақ жеңеше. Оларға тарих мәңгілік лағнат таңбасын басар, балым екіленіп. Менен кейінгі тарихты мен бір ұсталқанға да алмаймын. Оларға таңба басылғаннан халыққа не пайда? Қырылғандар қайтадан қатарға қосылмайды ғой. Мүсірепов алысқа зарыға көз тігіп. Айтқаныңның бәрі рас. Сен мен соттап тұрсың. Біз ұйықтап қалдық. Біз ұйықтап қалған соң ел қырылды. Енді мынау бала нұсқай тірі қалса, бұл ұйықтамас, есесін жібермес. Бар үміт осында. Осыны өлтіріп алма жеңеше. Балым жұмсарып. Өйтіп өзіңді өзің жазалама ғабит. Сен елің алдында азаматтығыңды ақтадың, бірақ сараң тағдыр біздің халқымыздың маңдайына сендей азаматтарды аз бергені өкінішті. Халық үшін, халқының тіршілігі үшін жағаласып жан беріспеген өкімет сымақтар әдірем қалсын. Мүсірепов сұрланып. Халқын қырып алып, орасан табыттың үстіне дастархан жайып, арақ ішіп, тарқылдап отырғандар бар екені рас, бірақ бәрі емес. Балым кергіп. Білемін. Жан пида деп жұлқынып шыққандар бар әрине. Мына бізді қараңғы қазақ деп ойлама, біз де сеземіз. Смағұл Садуақасовты, Тұрар Рысқұловты, анау әлгі Меңдешевті, Нұрмақовты біз де білеміз. Бірақ бәрінеге солар сияқты алыспайды Құдай-ау. Мүсірепов дес бермей кетті ғой. Голощекин тым күшті. Оның жанындағылар жан пидаға бара алмайды. Балым таңырқап. Ей, мына мұңлық қайтеді-ей. Өз омырауына үңіліп. Құдая тоба, қолымен менің кәремшегімді тырмалап тұмсығын тығып жатыр. Мүсірепов о да таңырқап. Шын жыласа, соқыр көзден де жас шығады жеңеше, мүмкін ипте кетерсің. Әлі басың жерге жетіп қартайып тұрған жоқсың ғой. Балым омырауын ыңғайлап, қырыңқырап балаға емшегін тосады. Уа тәңірі, көк тәңірі, тас емшекті иткен көк тәңірі. Сүт шықты ғабит, сүт. Мүсірепов сұқтанып. Тегін адам Батыр Амангелдінің жары бола ма? Сен жеңеше әулие шығарсың. Балым көзінен жас ағып. Құнығып, құнжыңдауын қарашы жәдігер. Мынау жақсылықтың нышаны болар сірә. Мүсірепов әне, қап-қара бұлтта ыдырап күн көрінді. Сен ұланасың балым. Сен жанын сақтап қалған осы ұлдан әлі бір тайпа ұрпақ дүниеге келіп, өлгендердің орнын толтырмақ. Орнында бар оңалар жеңеше. 11-ші сурет. Сол баяғы кабинет таң бозарып келеді. Төл басында бюро мүшелері, төл қасында түрегеп тізіліп тұрған бесеу: Мүсірепов, Ватауллин, Алтынбеков, Қуанышев, Дәулетқалиев. Голощекин орнынан атырыла түрегеп. Сайрадың сандуғаш, сайрамасаң жазушы боласың ба? Бірақ бәрі жала. Қазақстанда болып жатқан ұлы революциялық өзгерістерге, кіші октябрьге жабылған жала. Революция құрбандықсыз болмайды. Ұлы француз революциясын алып қара. Сен оны білесің ба? Мүсіреп қасқая. Білемін. Голощекин білсең, Франциядағы ұлы революцияға қарсы Вандей көтерілісі болған. Революция Вандейді қанға бөктірген. Біздегі Вандей Қазақстан ұжымдастыруға қарсылық, кеңес өкіметіне қарсылық. Ол қарсылықты жою құрбандықсыз болмайды. Мүсірепов қателесесіз, қарт марксшіл. Вандей монархияны көксеген. Қазақ, яғни Созақ, Шұбартау, Шыңғыстау, Адай, Торғай наразылық білдірсе, кеңес өкіметіне қарсы емес, Голощекинге, Голощекиншілдерге қарсы наразылық білдіріп жатыр. Голощекин жала. Менің саясатымды Сталиннің өзі қолдап отыр. Маған қарсы келу Сталинге қарсы келу. Сондықтан Сталинге жала жапқан мына бесеуіңді атыласыңдар. 12-ші сурет. Мәскеу түбіндегі Сталиннің дачасы, веранда, тоқыма креслода Сталин, қарсында Голощекин. Ортада дөңгелек стол, стол үстінде кванчкара шарабы. Сталин ақ френч киген, Голощекин сұр френчте. Сталин бокалға қол созып. Шая, сен алмай отырсың ғой, немене?
Сталиннің дастарханын қомсынып отырсың ба? Голощекин қорқып кетіп. Жоқ, Иосиф Виссарионович. Сидиған саусақтар дір-дір етіп бокалға тұра ұмтылып. Сіздің денсаулығыңыз үшін, Сталин жекіп. Ескі достық қайда? Турухан өлкесін ұмыттың ба? Онда мені Иосиф Виссарионович демей, Кобо дейтінің қайда? Ал мен ұмытпаймын сені, шая деп отырмын. Голощекин. Сталинмен қағыстырмақ болған бокалы жеке ербиіп ішіндегі шарап шайқалып қолы қалтырып, Құдай үшін тек мені шая деп атамаңшы, жалынамын. Сталин рахаттанып мырс-мырс күліп. Шая болғың келмейді, ол сенің шын атың ғой. Шын атыңнан неге безесің? Голощекин төменшіктеп. Қарғыс сатқан сонау бір өткен күндерді есім алғым келмейді. Сталин аяғансып. Ендеше түгел алып қой қолыңдағыны. Голощекин бокалды асыға төңкеріп салады. Шараптың біраз төгіліп сақалына қат. Сталин бокалды қайта толтырып, ал, тартып жібер. Туруханның тарланы. Голощекин жалынғандай. Ішпеуші едім, ішіме жақпайды. Сталин зілдене. Ал, неге жақпайды? Қазақстанға барғалы молда болып кеткенбісің? Бұрын самогонның өзін судай сіміруші едің ғой. Кванчикара самогонға қарағанда Олимптегі құдайлар ішетін шарап. Айтпақшы осы сен сонда қатын балаңды тастап Туруханнан қалай қашып кеттің? Голощекин сақалы дір-дір етіп. Иосиф, ол бұлай ғой. Сталин рахаттанып. Жоға, жап-жас әп-әдемі әйеліңді аты кім еді? Голощекин жылдам. Берта Иосифовна. Сталин. Берта Иосифовна. Сондай жақсы жарды жап-жас балаңды қиып қалай қаштың? Голощекин. Ол бұлай ғой. Сталин рахаттанып. Қиналмай-ақ қой. Оның да ананы тартып жібер. Голощекин сөзге келмей бокалды төңкеріп қылқ-қылқ жұтқанда жұтқыншаға ойнап тұрады. Молодец. Бокалды шүпілдетіп қайта толтырады. Осы сен шая, Филипп Исаевич. Патша отбасын өзімен қоса сотсыз, тергеусіз, түп-түгел тып-типыл қылып тастағаның қалай? Есіңде ме? Екатеринбургте. Соның дәл түбінде. Голощекин ықылғаты. Мен, Сталин рахаттанып. Жарайды. Ескі әңгіме. Сәл кідіріп, трубканы қағып. Бірақ деймін ау, патша мейлі. Патшаның неміс әйелді мейлі. Әлгі жандағы нөкерлер де мейлі. Голощекинге сілдене қарап. Ал қызметші, жалшыларының, аспаздарының, күтушілерінің не жазығы бар еді? Голощекин тілі көрмеп. Ол бұлай ғой. Сталин рахаттанып. Қиналмай-ақ қой. Ескі әңгіме. Онан да ананы бір тамшысын қалдырмай алып таста. Голощекин жаны мұрнының ұшына келгендей бокалды қомағайлана көтеріп, аптыға қалқылдатқанда шашалып қалып, теріс айналып, көз шатынап, жас ыршып кетеді. Сталин жиіркенгендей кенет грузиншелеп. Могитганемо гажу, сарру чаталах. Голощекин бет-аузын орамалмен сүртіп. Кешіріңіз, жолдас Сталин. Сталин жанығып. Айтшы, Шая Ицкевич, патшаның отбасын, қызметкерлерін түп-түгел өртедің. Мейлі, ал енді патшаның, оның неміс әйелінің басын кесіп алып, дорбаға салып, Мәскеуге алып келгенін қалай? Голощекин ықылғаты. Бұлай. Сталин рахаттанып. Оқасы жоқ. Ойланып. Ал сонымен келген шаруаңды айт. Голощекин әлі өзін-өзі келе алмай. Келген шаруам Қазақстандағы қазіргі. Сталин бөліп жіберіп. Қазақстандағы қазіргі жағдай. Тоқыма орындықта әткеншек ойнағандай әрі-бері теңселіп. Айтшы, Голощекин, қазақтар қандай халық? Голощекин кенет тіріліп, сыпсыңдап. Ойбай, сұрамаңыз. Қолын ербеңдетіп. Жабайы. Тамақты қолмен жейді. Қасық, шаншқы дегенді білмейді. Сұмдық. Сталин қолын сермеп. Жарайды. Ал одақ көлеміне шығатындай ақын жазушылары бар ма? Голощекин ынтығып. Жазушы сымақтар бар. Шетінен ұлтшыл, шетінен Алашорда, әлгі Байтұрсынов, Дулатов, Жұмабаев, маңдайын сипалап. Аймауытов, Әуезов, шетінен қамау қалдық. Сталин тік қарап. Осы сен жақсы көретін қазақ бар ма өзі? Голощекин сасық бол. Бар. Жантоқов, Құрамысов, Ерназаров. Сталин. Жантоқов, қай Жантоқов?
Рысқұловтың үстінен арыз жаза беретіні ме, Голощекин? Иә, Рысқұлов өзгін әлі. Дәл неге, Голощекин? Әлгері ұмсына түсіп сыбырлап. Ол осында топ құрып жүр. Ол Түркістанда Совнарком басқарып тұрғанда әлгі мен айтқан Алашорданың бәрін Ташкентке жинап алды. Бәрінің кітаптарын шығартты. Тіпті Алашорда лидерлерінің бірі Жаһанша Досмұхамедовпенен бажа болды. Тән қалайша, Голощекин құшырлана. Солай, екеуінің де әйелі апалы сіңлі орыс қыздары. Бірақ қызығы соңында. Тән ол қандай қызық, Голощекин жаныға сөп. Рысқұлов ол әйелді де тастай салып, осы былтыр ғана жап-жас қазақ қызына үйленіп алды ғой, яғни, тән таңдына қоймай. Білемін. Кілт қадалып айтшы, шая, Голощекин, осы Рысқұловқа неге сонша қаның қарайған, Голощекин абыржып. Өзі соқтығыса беретін. Голощекин Қазақстанды құртып жатыр деп, байбаламдайды да жүреді, көре алмайды, менің орныма өзі отырғысы келеді. Тайын асанатпай, жетер. Рысқұлов жаман, Ходжаев жаман, Нұрмақов жаман, Сәдуақасов жаман, қазақтар түгел надан. Сонда кім қалды? Осы Яков Сверлов марқұм сені неге мизантроп деген? Голощекин шошып. Оны қашан айтыпты? Дәл айтқан. Жұрттың бәрін жек көресің, кенет жұмсарып. Қапаланба. Иә, қаталдық та керек, бізге солқылдақтық жараспайды. Сонымен ұжымдастыруды тездетесің ғой, Голощекин. Орнынан ұшып кете жаздап. Тездеткенде қандай? Бірақ, Сталин, не бірақ? Голощекин абайлап. Сіз табыстан бас айналу атты ғаламат еңбегіңізде, Сталин шорсызып. Оның саған да, Қазақстанға да қатысы жоқ. Қарқынды үдете түс. Қазақстанда мал көп, ал Мәскеу, Магнитогорск, Кузбасс, тағы басқа көп өндірісті қалаларды етпен, астықпен қамтамасыз ету керек. Соны жеделдет. Тұң ба? Шайя, байқа. Голощекин орнынан атып тұрып, құп болады, рахмет, Иосиф Виссарионович. Бірақ, Сталин қасы көтерді. Не бірақ? Голощекин сәл кідіріп. Әлгі Рысқұловтың шабуылынан қорғасаңыз болғаны, сессия сайын, пленум сайын мені сынағаннан басқа жұмысы жоқ. Сталин мырс етіп. Қорықпа, шая. Голощекин, ойбай, ол дүлей, сырын білмейсіз. Сталин, білеміз. Ондай асаулардың талайын ауыздықтағанбыз. Голощекин елпектеп. Рахмет, жолдас Сталин. Сталин, не айтайын деп едің, айта бер. Голощекин, соның өзін Рысқұловта айтамын. Совнаркомға отырғызып, желкемізден қыдыңдатып қоймай, бұлай нетігі болмай ма? Сталин ойланып. Әр нәрсе өз уақытымен. Библияны ұмытпаған шығарсың. Всему свое время. Время насаждать, время вырывать, время собирать камни, время разбрасывать камни. Бұрынғылар жаман айтты ғана, Голощекин асығып. Ақылды айтылған, Сталин. Ендеше кесет шайы. Тездет, жылдамдат, Голощекин. Анышкендей. Аянарым жоқ, жолдас Сталин. 13-ші сурет. Бюро. Түрегіп тұрған бесеу. Мүсірепов, Гатауллин, Алтынбеков, Қуанышев, Дәулетқалиев. Голощекин. Атыласыңдар, бесеуіңді атыласыңдар. Құрамысып, атылады, сотқа беру керек. Жантоқов. Бәрді пан-түркистер атылсын. Исаев. Сабыр етіңдер. Иванов. Инквизиция болмасын, социализм. Инквизиция емес, орта ғасырларға қайта оралмайық. Голощекин. Сандырақ. Социализмнің қас жауларына аяушылық болмайды. Құрамысып. Партиядан шығарып сотқа беру керек. Жантоқов. Атылсын. Голощекин Мүсіреповке. Не амал, сені ажалға қимай-ақ қоюға болар еді, бірақ сен түзелмейсің. Саяси бүкір адамсың, ал бүкірді тек мола түзейді. Мүсірепов тіп-тік шалқақтап. Ал сіз саяси авантюрист адамсыз. Кіші октябрь, асыра сілтеу, бәрі авантюра. Елеусіз. Аяғандай қарағым қабитай тым тіресе бермесеңші, Мүсірепов елеусізге қарап. Атам қазақ айтқан, шалқайғанға шалқай, пайғамбардың ұлы емес, еңкейгенге еңкей, әкеңнен қалған құл емес. Голощекин бюро мүшелеріне қарап, айттым ғой, саяси бүкір адамды тек мола ғана түзейді деп. Атылсын. Мүсірепов. Атыңдар. Голощекин. Құрамысып, Жантоқов. Біз халық қырылып жатқандықтан атыламыз, ал сендер
халық қайта тіріліп кеткендіктен атыласыңдар. Халық қайта тірілгенде сендер екі дүниеден де орын таппай қаласыңдар. Сендер сияқтылар бұрында болған. Сендер сияқтыларға дан тайтқан, қара бетті аспан қарғап, тамұқта оны қабылдамас деген қасқыр қарызынан терісін беріп құтылады. Ал сендер қисапсыз қылмыстарыңнан мәңгі бақи құтыла алмайсыңдар. Ал атыңдар. Сахна жабылады. Эпилог. Ана дүние. Ғарыштық сарындағы музыка, кілең ақ киген аруақтар бейнесі бүтін бір зат жоқ, бәрі құбылып тұрады. Оқтын-оқтын тұман қаптап, қайта ашылып, ойдым-ойдым мұнар арасынан аруақтар легі елес береді. Арғы бетте ойпаңда тамық оты лапылдап жатады. Сол жақтан шыңғырған, ыңырсыған, ышқынған дауыстар естіледі. Бергі бетте өрді шынар сияқты ағаштың түбіне екі елес шыға береді. Біреуі Рысқұлов, біреуі Мүсірепов. Рысқұлов арғы бетін нұсқап: «Ғабит, сен жас аруақсың ғой, бұл жақтың ұңғыл-шұңғылын біле бермейсің». Даусы көтеріліп: «Әне, тамық». Мүсірепов арғы бетке аңтарыла қарап: «О, құдірет! Мұнда рисалат нұры, анда тамық. От ішінде ойнақ салған әлденелер, олар кімдер тұрар аға?» Рысқұлов көтеріңкі: «Жарық дүниеде жазықсыздарға жапа шеккізген озбырлар, қиянатшыл бәлеқор жалақорлар, әділет тағынан тайғандар, пейілі жаман пенделер, танаураған тайтақайлар». Мүсірепов: «Завал, завал, біз білетіндерден кімдер бар?» Рысқұлов серігін қолынан тартып: «Берірек жүр, жақындасаң өзіңді танырсың». Жар жағалап лапылдаған отқа таяқ келеді: «Әне анау барқырап тұрғанды сен танымассың, Ғабит, ол баяғы Нерон». Мүсірепов: «О, құдірет! Әлі ән салып тұр екен ғой, от ішінде шырылдайды. Добастағы император басымен театрға барып ән салады екен». Рысқұлов әріректегі сұлбаларды меңзеп: «Анау шешесі, оның жанындағы туған інісі Нерон, ол екеуінде өзі өлтірткен». Мүсірепов: «Туған анасын, туған бауырын аямаған, олардың өліктерін баспалдақ етіп мансапқа биіктеген, содан не тапты?» Рысқұлов: «Мансапта ауру, мансапқорлар да нашақорлар сияқты. Мансаптың мастығы нашақор мастығынан да қауіптірек». Кенет серігін жеңінен тартып қалып: «Ал ана аруақты сен бірден тануға тиіссің». Мүсірепов селкете қалып сәл-пәл тағзым еткендей болды: «Тәлин?» Тұтыңқырап: «Бір жеңі қызыл, бір жеңі қара, қызыл жолақ үстімен Сталин әрі-бері баяу басып бір сыдырғы жүреді де қояды». Рысқұлов ықыластана күліп: «Айттым ғой, жазбай танисың деп. Немене, қорқып қалдың ба?» Мүсіреп таңдайын қағып: «Жарықтық трубка тартқан әлі қоймапты ғой». Рысқұлов: «Тамұқта от лапылдап, бұрқылдап жатса да түтінге тоймайды». Мүсірепов мақтаныш сезіммен: «Сталин жолдас, император Неронға қарағанда құдайдай ғой». Рысқұлов мырс етіп: «Нерон Сталиннің қолына су құюға жарамайды». Шексіз ғалам музыкасы гуілдейді. Сол сәтте арғы беттен арпылдаған, әупілдеген, барақ жүн орнына жыбырлаған, жылан шыққан, шарадай екі көзі от шашқан, танаулары үңірейген, аузарандай өзі есекте ит әлдегімді қуалап шыға келеді. Мүсірепов үрейлене шегіншектеп: «Астапыралла, мынау не сұмдық тұрар аға?» Рысқұлов: «Қорықпа, бізге жете алмайды». Басын жайқап: «О, сорлы Филипп Исаевич, анау Цербер осының ақ соңынан қалмай қуалайды да жүреді». Мүсірепов жағасын ұстап шегін тартып: «Өзіміздің Голощекин жолдас па?» Рысқұлов: «Дәл өзі. Тозақ төбеті Цербер осы байғұсқа бір сәт тыным таптырмайды. Жарық дүниенің өзінде бейшараның дауысы тамұқтан шыққандай шарылдап тұрушы еді, енді мүлде қақсауық болып алды. Жар басында ақ жамылған түмен аруақ: Цербер, Цербер, айдақ, айдақ, бас, бас деп шуылдап тұрады. Ғарыш музыкасы шексіз ғаламның құрсағынан шығып жатқандай ыңыранады». Мүсірепов Рысқұловқа: «Сонда Голощекин жолдастың шыбыны мәңгі бақи шырылдаумен бола ма?» Рысқұлов: «Мәңгі бақи. Ара-арасында сәл-пәл тәнәпіс бар, қазір өзіңді көресің».
Сербер арсылдап қуалап келеді. Голощекин шырылдап қашып барады. Кенет алдарынан Сталин шыға келгенде Сербер қалт тұра қалып тек ырылдай береді. Голощекин барып Сталиннің аяғына тығылады. Сталин Серберге трубкасын кезек қояды. Мүсірепов: ой, жарықтық Сталин-ай. Тозақтың төбеті де баталмай қалды. Енді Голощекин жолдас құтылды ғой бәледен. Рысқұлов: жоқ, Ғабит, қателесесің. Филипп Исаевич баяғы өзің білетін жағымсыз дауыспен зар қағып, ана кісінің мазасын майышкендей қылады. Содан соң оны Сталин кет деп қуып жібереді. Аңдып тұрған Сербер тағы да қуалайды. Мүсірепов сыбырлап Сталинді меңзеп: ана кісі тамұқтың тақсіретін тартқан адам сияқты емес қой, немене, тамұқтан да тай салмай ма? Рысқұлов жайдары күліп: ой, Ғабит-ай, соншама соңғыла болсаң да қазаққа тән аңқаулығың қалмайды. Иосиф Виссарионович жарық дүниенің өзінде тамық орнатып, соның тағында отырған кісі емес пе? Мүсірепов мекірене күліп: бәсе, тамық ол кісіге таңсық емес екен-ау. Рысқұлов: ол тозақтың өзінен ләззат алады. Мүсірепов Рысқұловтың иығына тығылыңқырап қарайды біздің жаққа. Рысқұлов: тамыққа түскелі бері жар жағалап осы біздің жақтан бір көз алмай әрі-бері теңселіп жүреді де қояды. Мүсірепов әнтек таңғалып: онысы несі екен? Рысқұлов: ретін тапса біздің жақты да тамыққа айналдырып жібермек. Мүсірепов: тағы да сойқан соқпасы егеді. Рысқұлов жайбарақат: соқпайды, көрдің ба мына шыңырауды? Екі жағалаудың арасын біріктіріп тұрған тек мына қыл көпір. Сталин одан өте алмайды. Шырылдаған дауысқа елең етіп Сербер Голощекинді әлі қуалап жүр. Мүсірепов: жарық дүниеде тозақтың отын тұтатқан Голощекин ғана емес сияқты еді-ау, жандай шаптары бар еді. Рысқұлов мырс етіп: әлгі Қорамысов сияқтылар ма? Олардың адымы тым қысқа ғой. Сербер оларды деп алып әлдеқашан отқа лақтырып жіберген. Әне анау алаудың ішін анықтап қарашы, бір-біріне от шашып жүр. Мүсірепов: адамдар тамұқта да бір-біріне от шашып ойнайды деген осы екен-ау. Кенет ойына бірдеңе түскендей: ойын демекші, қайтсақ қайтеді Тұрар аға. Рысқұлов: жалықтың ба? Мүсірепов: мұқаңа преферанс ойнаймыз деп уәде беріп қойып ем. Рысқұлов: Мұхтар болса қайту керек. Мүсірепов: мұқаң бала сияқты ғой, сәл нәрсеге ренжіп қалады. Рысқұлов: Мұхтар пайғамбар ғой. Ойланып кенет көңілденіп: ана сары бала да ойынпаз ғой деймін. Мүсірепов кеңк-кеңк күліп: Ғабиден бе? Біз бүгін соның дачасына жиналамыз. Ол мұнда да дача салып алды ғой. Домбыраға қосылып сағынышты ән салған адамның сұлбасы көрінеді. Рысқұлов: мынау кім болды екен? Мүсірепов: бұл Нұрхан деген ақын. Сталин мен Голощекиннің ашаршылығында сүйген қызы Күләндәден айырылған, сол Күләндәсін мұнда да зарыға іздеп таппай жүр. Рысқұлов: сағыныш кернеп сарнаған қос дүние, кең әлемге көз тігіп, Әзизаны мен де таппай жүрмін. Мүсірепов: Данте Беатричесін іздейді, Виргилий Лаурасын сағынады. Айтпақшы Тұрар аға, біз олармен жолыға алар ма екенбіз? Рысқұлов: кімдермен? Мүсірепов: Данте, Виргилий. Рысқұлов: ғалам шексіз, біз сол шексіз әлемде тозаңдай ғанамыз. Әлемде миллиардтаған тозаңдар ұшып жүр, соның бәрі адам рухтары, кімді тауып, кімді танып болғандай. Мүсірепов: сүйгендердің де бірін-бірі табуы қиын екен. Рысқұлов: енді біз асықпаймыз Ғабит. Бұл дүниенің жарық дүниеден бір артықшылығы, асығып аптықпайсың. Уақыт шексіз, сол шексіз уақыттың бәрі сенікі. Мұнда минут, сағат, күн санау жоқ. Мұнда 1000 жыл дегенің қас қағымдай-ақ миллиондаған жылдар өтеді. Бәлкім біз жер бетіне қайта оралармыз. Мүсірепов: Голощекинде ме? Рысқұлов: Ғабит, Голощекинде. Бірақ кім болып оралары белгісіз. Адам бейнесінде ме, әлде құрт құмырсқа болып па, немесе зәрлі кенек түрінде ме, әйтеуір оралады. Жер бетіне ода шығады. Мүсірепов: гүл өскен жерге тікенек төседі, періште жүрген жерге ібіліс құмар, кім біледі? Дүния деген құдіреттің заңы шығар. Рысқұлов: әлемді шолып сағыныш кернеген дүниелер, миллион жылдарда сүйгеніңмен әйтеуір бір кездесесің. Жүр Ғабит, Мұхтар күтіп қалған шығар. Екеуі
ақ боз буалдыр арасына баяу батып бара жатат. Ғарыш құрсағынан күңірене толқыған музыка мұхиттың қарағаншық әуеніне ұласады. Оркестр шымылдық.